Танымал әнші жайлы жылдам мәлімдеме. Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Әннің сөзіне мән бермейді. Қайран Нұртас мұңды әніне секіріп билеймін деп сынға қалды. Бұл әнді алғаш рет қалың жұртшылыққа әнші Гаухар Әлімбекова алып шыққан болатын. Әнші Қайран Нұртас өзінің мұңды әніне секіріп билеймін деп жұрттың сынын ұшырады. Әнші концерттерінің бірінде перзент сыр атты мұңды әніне көңілді ән секілді билеген. Айта кетерлігі, бұл әнді алғаш рет қалың жұртшылыққа әнші Гаухар Әлімбекова алып шыққан болатын. Желі қолданушылары Қайран Нұртастың әнімен бей сай келмейтінін айтып, оң пікір жаздыра қойған жоқ. Термені де бір күні осылай әтсе таң қалмаңыздар. Байқайсыздар ма, жұрт әннің сөзіне мән бермейді. Гаухардың әнін естедің Қайреке. Гаухар анасының хал үстінде жатқанда шығарған әні ғой, әннің быт-шытын шығарды ғой. Болар адамды күйдіріп өлтіреді бар ғой, деп жазды желі қолданушылары. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.